Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Менің арныма қош келдіңіздер, қыздар. Сіздермен бүгін осындай күшті бір салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай және де өте тойымды, үйде бар құрамдардан жасалады. Қарапайым болса да өте дәмді. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай 2 дана қияр қажет. Қиярымызды осылай видеодағыдай қылып турап тіліп аламыз. 2 бөлемізде осындай бір жартысын осылай бөліп осылай кубиктап турап шығамыз. Барлығын бір ыдысымызға сала береміз. Және де бізге қызанақ керек. Қызанақты да дәл солай тураймыз. Қызанақтың түбін алып тастаймыз да жаңағы жарты қызанағымызды осылай 2-ге бөліп, видеодағыдай қылып бөліп шығамыз. Оны да дәл сондай кубиктап тураймыз. Одан кейін бізге осындай тәтті бұрыш керек. Менде осындай сары бұрыш. Оны осылай дәл сондай жаңа біз қияр, помидор сияқты алып 4 бұрыштап кубиктап тураймыз. Одан кейін шұжықты да дәл солай қылып тураймыз. Және де барлығын ыдысымызға саламыз. Және бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды да дәл солай тураймыз кубиктап. Және бізге сыр қажет, яғни ірімшік. Оны теркіден өткізіп аламыз. Осылай үлкен көзінен өткізіп шығамыз. Және де біздің салатымызға қосатын боламыз. Үстіне қалауларыңызша осындай укроп, зелень сепсеңіздер болады. Дәміне қарай бұрыш салыңыздар. Мен тұз салған жоқпын, себебі ішінде шұжық болғасын, сыр болғасын салмадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша салуға болады дәміне қарай. 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Бізде осындай өте дәмді тойымды салат шықты. Мінекей қараңыздаршы, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепті сақтап алыңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, алда күшті рецепттер болады. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, видео шыққан кезде бірінші болып көретін боласыздар. Сау болыңыз.